Мен Түркістан облысы Ордабасы ауданы Төрткүл елді мекенінде Самал Бөбекжай балабақшасының әдіскері Жорабек Нәзира Рахымқызымын. Бүгінгі таңда мемлекет саясатының басты стратегиялық тапсырмасы отандық білім беру жүйесін дамыту, өскелең ұрпаққа алдыңғы қатарлы білім беру. Осыған орай өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында Шымкент қаласындағы 2019 жылы 14 қазан мен 6 қараша аралығындағы мектепке дейінгі білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы әдістемелік жұмысты ұйымдастырушылық педагогикалық аспектілері жөніндегі қашықтықтан оқыту онлайн сабағы жылдан кезекті өтілді. Ол өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында бұл қашықтықтан оқыту 5 модуль арқылы 5 модульге негізделді. Бірінші нормативтік модуль, психологиялық модуль, технологиялық модуль, мазмұндық модуль және вариативтік модуль болып келді. Осы 5 модуль арқылы өзіндік тапсырмалар уақытында беріліп отырды. Әр модульдің бірнеше тақырыптары берілді. Әр тақырыпта өзіндік жұмыстар және онлайн сабақтар болды. Біз барлық алған модульдар бойынша білімдеріміз бойынша тест тапсырып, оны өзіндік жұмыстарымызды ізденіп, жинақтап, өз кабинетімізге жеке орналастырып отырдық. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында алған дәрісіміз өте жоғары, әсеріміз көп, әдіскерлерге қажетті көптеген мотивацияларды алдық. Мен өзім педкадрларға және әдіскерлерге айтар едім, өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығынан келіп білім алуға кеңес берер едім. Және осы өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының барлық ұжымдарына өзіміздің топ басшымыз, төтеріміз Әділая Алмаханова айтар алғысымыз шексіз. Ол кісі барлық қатысушылармен тығыз байланыста болып, онлайн сабақтарға қатысуымыз жөнінде дәрістерден кеңес алуға көп кеңесін беріп, бізге бағыт-бағдар беріп отырды.